Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен осындай жұмсақ және өте тез дайын болатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге ол үшін 4 жұмыртқа және 1 бокал қант керек. Оны жақсылап көтерілгенше миксерлеп аламыз. Сосын 2 қасық майонезімізді салып, тағы да миксерлеп аламыз. Сосын 1 бокал ұнымызға 1 шай қасық разрыхлителімізді салып, 2 бөліп миксерлейміз. Менің оным ситадан өткізіп дайындап алғам. Сіздер де ситадан өткізіп дайындап алыңыздар. Екінші онымды салдым. Мына осындай тесто дайын болады. Оны 22 және 24 формаға салып, қызып тұрған духовкамызға 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Міне менікі дайын болды. Енді мен бұны суытып, бетіне шоколадты сгущенканы жағамын. Бет жағын астына қаратып, себебі тегіс болу үшін бетіне, сол үшін бет жағын астына қаратамын. Бұл негізі міндетті емес, жақпай да жей берсеңіздер болады пирогты. Мен өзім әдемілігі үшін жағамын. Бетіне жер жаңғақ сеуіп, дастарханға ұсынамын. Міне өте жұмсақ, өте нәзік пирог шықты. Үйдегі бар постоянно болатын бар затпен істелінетін пирог, өте қарапайым пирог. Міне өте дәмді. Сіздер де істеп көріңіздер.